Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Асқар. Бүгінгі айтатын тақырыбымыз өте маңызды, табысты болмаудың 5 себебін айтатын боламын. Мысалы, сен қанша тірлікті бастайтын болсаң да, арты жоқ, немесе бастай алмайсың, немесе сол жолда сен бір қалыпты бола алмайсың. Өз басым, менің басымнан сондай нәрсе талай өткен болатын. Бір нәрсені бастаймын, оның аяғына шейін жеткізбеймін, әдеттегідей. Енді сондай нәрселерді мен қалай жеңдім? Негізінде бұрын бір кітапты оқитын болсам, бір нәрсені тыңдайтын болсам, соңына шейін тыңдап, соңына шейін көруді әдетке айналдырған болатын. Әрине, бірақ ол пайдалы болса, пайдасыз болса, ол нәрсені тастай салу керек. Пайдасыз дегенде, пайдалы дегенде бұл әркімнің өзіне жеке қайтады. Біреуге бір нәрсе пайдалы болады, біреуге бір нәрсе пайдасыз болады. Сол сияқты мен айтатын нәрсе, енді айтатын ең бірінші себеп, табысты болмаудың бірінші себебі, сіз яғни табысты емессің. Не үшін? Біріншіден, өзіңді сол іске уақытыңды босата алмайсың. Уақытыңды босата алмайсың дегенде өздерің тікелей айтып тұрғандай, уақытыңды, назарыңды босатпайсың. Үнемі сен оны бір пайдалы ісіңді бір керемет деп ойлайсың да, содан кейін бір істегеннен жеңістікке жетіп, ары қарай үлкен нәтижеге жетемін деп ойлайсың. Жоқ, олай емес. Өмірде көбінесе өздеріңіз көріп отқандай, біліп отқандай, бастарынан да талай өтіп отыр. Бір нәрсені бірнеше рет істегеннен кейін, бірнеше уақыт жасағаннан кейін, бірнеше уақыт бөлгеннен кейін сол істің нәтижесіне жететін боласың. Сол үшін де сенің табысқа жетпейтінің бірінші себебі ол сол нәрсеге ең бірінші уақытыңды бөле алмайсың. Получается, сен уақытыңды бөлу керексің деген сөз. Ол бір. Ал енді екіншісін айтатын болсақ, жоқ. Ал екінші нәрсені айтатын болсақ, өзіңді сол іске босата алмайсың. Алдындағы біріншіге ұқсас, бірақ сен босата алмайсың дегенде бұл жерде үлкен сөз жатыр. Босату деген не екенін білсеңіздер, ол өз еркіңнен, мысалы, сенің басында бостандық болуы. Мысалы, бұл жағдайды мен не үшін айтып отырмын? Бұл өмірде көргеннен кейін, көз алдында өткеннен кейін менің басымда болды және менің танитын көзіммен көрген адамдардың басында болған. Қазір мен сендерге айтқан кезде түсінікті болады. Бір күні маған 15 жасар бала келеді. Әрине, ол менің інім болып келеді, 15 жасар бала келіп, мен ютубта жұмыс істейін, мен былай жасаймын, мен былай жасаймын, үйтейін, бүйтейін, ақшасын төлеп тұрсам, мен тас қыламын, гүл қыламын, Сосын мен айттым, жасың қанша деді сенің, дедім, 15-те менің жасым дейді. 18-ге толмадың ба? Толмадым. Онда сен қалай өзіңді босата аласың деді. Мен босата аламын, мен айттым, хотя бы сен колледжге тапсыр. Мектепте оқисың ба? 10-шы сыныпқа өттім дейді. 10-ға или 11-ге, 10 ғой деймін, 10-шы сынып қой, 10-шы сыныпқа өттім дейді. Сол кезде мен 10-шы сыныпқа өтпей тұрып жазда айтқан, давай сен колледжге кет. Колледжге кетсең, сен бас бостандығыңды әке-шешеңнің алдында ала аласың жұмыс істегенде. Мен айттым, онда тұрған еш нәрсе жоқ. Бас бостандығыңды ала білсең, сен жаман жерге бара жатқан жоқсың, жаман нәрсе сен еткен жоқсың. Сен еткен қайта сенің бизнес, ол YouTube тоже бизнес. Бірінші адамның еңбек етудегі барлық нәрседен бұрын сенің бас бостандығың болу керектігі жайлы айтылады. Любой жерде. Сен бас бостандығың болса, әке-шешеңе тәуелді болмайтын болсаң, немесе әке-шешең соған рұқсат беріп қойған болса, немесе сенің бір үйдегі өз-өзіңді, мысалы, біреудің әйелі босатпай қояды, күйеуі босатпай қояды, мысалы, көбінесе бұл күйеулерінің жағынан болады, күйеуі рұқсат бермейді. Сол бостандық болмаса, сенің барлық нәрсең, сенің потенциалың, сенің мықты шеберлігің барлығы дала кетеді. Сол үшін де жұмыстың басында бостандық керек. Яғни адамның басында, басқа нәрсе айтқанда де адамның басында бостандық болу керек. Бірінші жаңағы уақытыңды бөлу, екіншісі сенің сол нәрсеге бас бостандығың, яғни соған рұқсатың болу тиісті адамдардан. Егер сіздің әрине өз істерінде өзіңіз істейтін болсаңыз, онда нұр үстіне нұр. Сізде ол ондайдан проблема болмайды. Мысалы, жасы өткен 18-ге толған балалар болады. Кейде 13-14 жастағы балаларға ата-анасы беріп қояды рұқсатты. Сен қалағаныңды істе. Әрине жақсы нәрселер болса, ата-аналарға айтатыным, балаларыңызды солай тежей бермей, алдына блок қоя бермей, өздерінің қалаған, ұнаған нәрсесін беріңіздер. Бұл екінші болды. Адамды бас бостандығы болу, сол іске арналған. Егер сізде, қорытындайтын болса, егер сізде сол нәрсеге бостандығыңыз жоқ болса, ол әртүрлі жағдай болуы мүмкін, онда сіз себепке, яғни табысты бола алмайсыз. Сіз бостандығыңызды алуыңыз керексіз. Бұл екінші болды. Енді үшінші нәрсе қабілеттің жоқтығы. Қабілет деген не нәрсе екенін өздеріңіз білесіздер, білмесеңіздер айтып кетейін, ол навык деп айтады, орысша қабілет. Мысалы, мен ютубермін. Ютубта жақсы қабілетім болу үшін мен үнемі ютубқа уақытымды бөлемін, оқимын, аналитика жасаймын, үнемі ода соны қабілетті арттырып отырамын, қабілетімді болу. Мысалы, менің атым, мысалы, ютубер деп таю керек.
Неге? Себепті мен көптеген YouTube жайлы нәрселермен адамдарға танылғанмын, адамдардың сұрақтарына жауап бергенмін, біреулердің проблемасын шешкенмін, біреулердің арнасын жүргізгенмін. Есесіне біреуден ақша сол YouTube'ын жүргізіп ақша алғанмын, және YouTube'тың өзінен арна жүргізіп, яғни өзімнің жеке каналымды жүргізіп ақша алған адам болатын. Сол үшін де бұл менің қабілетім, бұл YouTube'пен айналысу. Ал одан кейінгі бұл үшінші нәрсе, сізде қабілет болмаса, сіз ешқандай қолыңыздан ешнәрсе келмесе, онда сіз табысты бола алмайсыз. Оның қорытындысы, сіз қабілетіңізді арттыруыңыз керексіз. Мүмкін сен инстаграмер, мүмкін тиктокер, мүмкін сен ютубер, мүмкін программист, мүмкін тағысын тағы. Бұл үшінші болды. Енді төртінші, мидағы шектеулер. Мидағы шектеулер өздеріңіз білесіздер, көбінесе екі нәрсе болады. Мидағы шектеу, ұялу және қорқу. Ұялудың енді жақсы жақтары бар, бірақ оның кері жақтары сізге әсер ететін: бір нәрсені айтудан ұялу, бір нәрсені істеуден ұялу, осы екі нәрседен болады көбінесе. Ал қорқу да сондай: бір нәрсені істеуден қорқу, бір нәрсені айтудан қорқу деген сияқты. Сөзбен, яғни амал. Сізде ұялу да, қорқу да болмау керек. Әрине, сіз енді ұят нәрсе жасайын деп жатқан жоқсыз. Ол бизнес, еңбек. Көбісі камерадан қорқады, көбісі камерадан ұялады, көбісі камерадан қорқады деп жатқаным сол жаңағыдай, сондай мағынада. Сол үшін де сізде ұялу да, қорқу да сізде болатын болса, онда сіз табысқа жете алмайсыз. Оның керісінше, яғни қорытындысы, сіз ұялу мен қорқуды алып тастау керексіз. Бұл бізде төртінші болды. Бесінші нәрсе бұл дисциплина дейді. Осы өте маңызды нәрсе. Бұл дисциплина барлық жолдарда керек. Өзіңді босата алуыңда сен үнемі бір қалыпта болуың керексің, яғни өз-өзін ұстай білуің керексің. Өз уақытыңды бөлуде сен күнделікті уақытыңды бөле білуің керексің. Бұл тоже дисциплина. Ал үшінші, қабілетті оқу үшін, үнемі білу үшін, үнемі ұстанып отыру үшін, әрине оған да дисциплина керек. Себебі оқып, біліп, амал жасап істеумен келеді. Оның барлығы, қабілеттің барлығы практикамен келеді. Ал мидағы шектеулерге үнемі дисциплина керек. Оны өз-өзіңді оқытып отыруың керексің. Қорықпау керек, ұялмау керек, қорықпау керек, ұялмау керек. Ал дисциплинаның жоқтығы өздеріңіз білесіздер. Бір күн істеп, 10 күн демалып, ары қарай тастап кету. Себебі алдағы уақытта өткенде жаңағы айтқанымдай, неге деген сөз, не үшін оны айтып жатырмын? Себебі дисциплина ол бір табысқа жету үшін дисциплинаның маңыздылығы. Үнемі ол бір істегеннен көп адамдар табысқа жетіп, немесе нәтижесін көре алмайды, бірнеше рет істеу керек. 5-6 рет, 10 рет деген сияқты. Әркімге ол әртүрлі, әркі жеке басына қайтады. Сол үшін де бұл бесінші нәрсе дисциплина. Сіздің табысты болмауыңызға дисциплинаның жоқтығы. Дисциплинаны айтып түсіндірдім. Жаңа тәртіп дейді, қазақша айтқанда тәртіп десек те болатын шығар қазақша. Қазақша қалай болады дисциплина? Табандылық. Табандылық ол не болады? Табандылық деген нәрсе ол күшті болу. Табандылық енді дисциплина былай айтқанда не ғой? Режим ғой былай айтқанда. Түсінікті, өздеріңіз түсініп отқан шығарсыздар. Ал мен қазір қазақшасын тауып жатсам, астыға комментарийға жаза салам, сол жерден толықтыратын боламын сол комментарий арқылы. Дисциплина жалпы сол. Енді бұл осы 5 нәрсе қайталап айтатын болса, өзіңді сол іске босата, біріншісі өзіңді сол іске босата алмайсың. Яғни өзіңді босата алмайсың. Екінші, өз уақытыңды сол іске бөлмейсің деп жатыр. Екі ол. Үшінші, қабілетіңнің жоқтығы, оны арттыру керек. Төртіншісі, мидағы шектеулер. Бесіншісі, дисциплина. Енді осы 5 нәрсе сен айналысатын болсаң, сіз өмірде Алла қаласа табысты боласыз. Енді бұл айтатын нәрсемнің барлығына амал жасау керек, күнделікті қайталау керек. Қатты қиын нәрсе де емес, бірақ еңбекпен, практикамен, жаттығумен барлық нәрсеге жетуге болады. Яғни бізге мүмкін болған барлық нәрсеге жетуге болады. Енді осы жерде мен айтқым келіп тұрған нәрсе, 6-шы нәрсе бар негізі. Бірақ мен бұны бөлек қосып тұрмын. Самый өте маңызды нәрсе. Бұл нәрседе бесеуі болса да, сіздің бесеуінің пайдасы жоқ оның барлығы. Ешқандай пайда жоқ, білесіздер ма? Не екен деп ойлайсыздар ғой? Не екен осы? Мен әдейі бұны бөліп, маңызды, қатты маңызды болғандықтан бөлу керек. Осы нәрсе, осы айтып тұрған 6-шы нәрсем, ол өте маңызды болған соншалықты алдындағы бесеуінсіз-ақ 6-шы нәрсе жетеді. Бірақ жетеді 6-шы нәрсе. Ал бірақ алдыңғы 5 нәрсе, осы 6-шы нәрсе болмаса, ол жетістікке жете алмайды, табыстыққа жете алмайды. Енді табысқа жетудің ең бірінші маңыздылығы, бірақ оны соңына болып қойдым. Бірақ маңыздылығы нәрсе ол кім біледі? Айтайын өзіңді, яғни сата білу. Өзіңді сата білу. Яғни көптеген нәрсені сіз сата білу керексіз. Бірінші курстарды сатып көріңіз, бірінші
базарда мүмкін бір нәрсе сатып көрген шығарсыздар. Мысалы мен бұрындары телефон сатқан болатын. Бұрын кішкентай демей ақ қояйын, жасөспірімнен енді өсіп келе кезімде телефон сатқан болатын. Сол кезде базарға барғанда әрине ол жердің саудасы басқа. Сол жерде келген клиентті сен жібермеу керексің. Келеді бір клиент, о аға көке, мынау телефон, мына телефон енді анау мынау. Короче, тіліңмен жағыңа сүйенесің. Одан кейін курс сатып көргенмін. О, мына курс енді мүмкіндік келіп тұр. Осылай телефоннан кәдімгідей. Осы сатулар арқылы қазір менің өзімді сатып отқан себебім бренд ретінде де өзімді сатып танытуым керексің. Мысалы мен қазір видео шығарып отырмын, әдемілеп сөйлеп жатырмын. Сіздерге маңызды екенін, өзімді маңызды, мені көру керектігін, маған жазылу керектігін, маған уақыттарыңды, маған назарларыңды бөлу керектігін мен сіздерге айтып шырылдап түсіндіріп жатырмын. Осының сыры неде? Мен өзім сіздерге сатып жатырмын. Бұл бизнесте жаман сөз емес, бұл сату мату дегенде. Бірақ бұл өз бизнесте продажа деп айтады, сізге өзіңізді сата білу. Ол сізді видеомен сату, дауыспен, іспен, не обязательно футболка, киім, кроссовка, телефон, бірақ осы сату болмаса, бизнестің негізі ол сату. Сату мамандары, сату. Ол сату маман болмаса ол жүрмейді. Мейлі сату мамандары біреудің курсын сатып жүру мүмкін. Ол өзін мысалы бір жерге кіріп жұмыс істеу мүмкін, жаңағы осы 4 нәрсені айтып көрсек, өз уақытын бөлмеуі мүмкін, қабілеті жоқ болуы мүмкін, бірақ енді қабілеті сатылуға енді басқа нәрседен қабілет болмауы мүмкін. Мидағы шектеулер болғанда да бұл жерде әсер етеді. Бірақ осы сату қатты маңыздылығы жайлы болғандықтан мен осы 6-шы, яғни жеке 6 деп оған қоспай, бұл маңызды, бұл қосқым келмейді, себебі сату мамандығы өте жоғары. Алдағы уақытта сол туралы видео шығаратын боламын. Ерекше бір видео шығаратыным сату маманы жайлы. Бұл өте маңызды, сіздер үйрену керексіздер. Сату мамансыз ешқайда бара алмайсыздар. Сразу айтайын. Мен орысша қазақша араластыра берейінші. Себебі ойым бөлінген қаламаймын. Сатусыз ешқайда бара алмайсыздар. Кез келген миллиардерлер әлемдегі көріп отырсыздар, барлығын тарихын қараңыздар. Сату маманы олардан маңызды болған. Компанияда, жеке брендте, неше түрлі ол өзінің істерін көрсете білу. Сату деген сөз дәлелдей білу. Сату деген сөз ол өзіңді клиентке дәлелдеп көрсету, яғни сендіру, сенім. Ал сенім деген білесіз не болатынын? Сенімнің артында сізге фанат болады олар. Сіздің тауарларыңызды сатып алады, сізді жақсы көреді, сіздің енді фанат дегеннен жетіп жатыр енді. Осы арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Асқар, сау болыңыздар.